Auzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İbrahim suresi 7. ayet. Ve istezzene rabbukum leyin şekertum lezidennekum ve leyin kefertum inne azabi leşediddir. Allah Teala İbrahim suresinin 7. ayetinde aytады. Ve istezzene rabbukum, sendерге Rabblaring xabardar etdi dedi. Leyin şekertum lezidennekum. Eğer sендер şükür etsеңдер, men mіндетті түрде арттырамын деді. Валайын кафартум инна азаби лашадиди. Егер сендер маған күфір қылсаңдар, менің азабым өте қатты дейді. Енді бізде адамдарда мынандай түсінік бар. Мен шүкір етіп жатырмын, әрдайым шүкір айтамын, бірақ менің мал мүлкім көбейіп жатқан жоқ қой. Ал керісінше иманда жоқ адамдар, имансыздарда мал мүлкі көбеюде деп айтады. Енді біріншіден Алла Тағаланың «Валайын шәкіртум ләзиденнакум» деген мағына, егер сендер шүкір етсеңдер, мен арттырам дейді. Бұл қандай жағдайда? Біріншісі, Аллах Тағала бірден арттыру мүмкін. Екіншісі, белгілі бір уақыт өткеннен кейін Аллах Тағала арттыру мүмкін. Үшіншісі, Алла Тағала бұны қиямет күні беруі мүмкін, және бұл ең маңыздысы, ең жақсысы Алла Тағаланың қияметте бізге бергені. Сол сияқты басқа жағдай бұл Алла Тағала жамандықтың алдын алып тастауы мүмкін. Егер адам шүкір етуші құлдардан болса, бір жамандық келетін болса, соның алдын алып тастауы мүмкін. Мысалға, адам жол көлік апатынан қайтыс болуы мүмкін, соны алып тастауы мүмкін. Баласы ауруы мүмкін. Немесе шүкір етуінің пайдасының себебінен әйелі жақсы бойсынушы болуы мүмкін. Немесе бала шағасы салиқалы болуы мүмкін. Немесе Алла Тағаланың адамдардың жүрегін тура жолға салуы, жүрегіне тыныштық беру, осының барлығы шүкіршіліктің арқасында келетін нәрсе. Сондықтан бұл жерде шүкіршілік еткен адамдарда міндетті түрде дүние малының көбеюі айтылмайды. Неге? Біз сразу бірден біз ойлаймыз, ақшамыз, дүниеміз көбейсін деп, біздің жүрегімізде сол нәрсе. Ләзиденнакум, мен сендерге міндетті түрде арттырам деген кезде бірден бізге не келеді? Осы ақша, дүние, мал келеді. Өйткені біздің мақсатымыз, жүрегіміз жақсы көретін нәрсе, сіңіп кеткен нәрсе бізге бұл не? Осы ақшалай және де мал дүниемен берілетін нәрсені есептеп ойлаймыз. Сондықтан бізге осы нәрсе келеді. Валайын кафартум инна азаби лашадиди. Егер сендер күбір етсеңдер, менің азабым өте қатты дейді. Енді адамдарға сұрақ келеді. Иманда жоқ, иманға келмеген кісілер бай болады ғой деп. Олар бай болуы мүмкін, бірақ Аллах Тағала олардан басқа нәрселерді алып тастайды. Мысалға, ол бай болуы мүмкін, оған байлық көп берілуі мүмкін, қияметте азабы көбірек болу үшін. Алла сақтасын, тозақта болу үшін. Немесе оған байлық көп беріледі, оған азап ретінде ол берілген сайын ода қанағат болмайды, ода қанағатсыздық болады. Ол тапқан сайын, мал дүние келген сайын келе берсе екен дейді, бірақ жүрегінде тыныштық болмайды. Немесе оның әйелімен несе проблемасы болуы мүмкін, әйелі бойсын болуы мүмкін, немесе балалары жаман жолға түсіп кетуі мүмкін. Немесе ондай адамдардың мысалға жолдастары, серіктестері жұмыстағы қу болуы мүмкін, оған қулық жасауы мүмкін, оған не? Қиянат жасауы мүмкін. Сондықтан, егер де адам баласы Аллах Тағалаға шүкір етуші болса, бізде, мұсылмандарда, момындарда яқин бар, айқын, нақты анықтық бар. Міндетті түрде не істейді? Аллах Тағала арттырады, яғни басқа жағынан береді. Кейде дүние жағынан береді, кейде жақсы әйел беру арқылы арттырады, кейде жақсы бала беру арқылы арттырады, кейде жүрегіне берген бір тыныштық арқылы арттырады. Немесе апаттардан, бәле жалалардан, жамандықтан сақтау арқылы Аллах Тағала арттырады. Ал енді иман келтірмегендерге, шүкір етпегендерге не істейді? Мал дүние бергенмен басқа жағын кем қылады. Кейде, мысалға, мүлдем ол байлығынан айырылуы мүмкін, дүниесінен айырылуы мүмкін. Күпірліктің арты не?
ол барлық нәрсені жоғалту және қасірет. Сондықтан шүкір ететін құлдардан болуға тырысу керек. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бір кісі өтіп бара жатады, бір құрма береді, оны алып, ол кісі не істейді, ашуланады, көңілі толмайды. Екінші кісі өткен кезде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бір тамыр береді, құрма береді. Сол кезде алып, бұл құрманы маған Аллахтың елшісі берді деп шүкіршілік айтады. Сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям оған қосымша ақша беруді әмір етеді. Сондықтан пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте, кім адамдарға шүкір ете алмайды, ол Аллах тағалаға да шүкір ете алмайды дейді. Адамдарға шүкір ете білу, рахмет айта білу, ол не? Аллах тағалаға деген кәміл шүкіршілігінің белгісі. Алла тағала жақсы білуші. Аллахумма салли ва саллим ва барик аля набийина Мухаммад ва аля алихи асхабихи ажмаин. Вальхамдулиллахи раббил аламин.